Қазақстанда болып жатқан саяси және экономикалық реформалар ел дамуына ерекше ықпал етеді. Бұдан бөлек рухани жаңғыру бағдарламасы да кешенді өзгерістердің бастауы саналады. Мәскеу қаласында Қазақстан мен Ресейдің белгілі саясаттанушылар және экономистер бас қосып арнайы дөңгелек үстел өткізді. Жиында отандық сарапшылар көрші-елдегі әріптестеріне Қазақстанда болып жатқан стратегиялық өзгерістердің мән-жайын жан-жақты баяндады. Тараптар өзара пікір алмасты. Отырыста қазақ елінің Ресеймен, Қытаймен, Түркиямен және Орталық Азия мемлекеттерімен арадағы байланыстары да талқыға түсті. Мамандардың пікірінше соңғы уақытта қолға алынған реформалар еліміздің экономикалық әлеуетін арттырады. Есть два основных тренда. Қазіргі кезде тмд елдері үшін экономиканы жақсартудың екі жолы бар. Оның біріншісі әлемдік нарықтағы мұнай, металл сынды шикізат бағасының қымбаттауы, ал екінші тренд ол ұлттық экономиканы басқару тәсіліне байланысты. Мәселен, Қазақстан тарапы елде жүргізіліп жатқан реформалардың арқасында кешенді өзгерістерді іске асыра бастады. Ол сырттан инвестиция тарту, неғұрлым технологиялық жағынан озық жобаларды қолға алу және Еуразиялық одақ арасында кооперацияға көшу сынды бағыттар. Экономику Казахстана.